Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Жоғарғы қан қысымы дегеніміз не? Жоғарғы қан қысымы неден пайда болады? Бүгін осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Жоғарғы қан қысымы немесе гипертония сіздің қан қысымыңыз қалыпты деңгейден жоғарылағанда дамиды. Артериалдық қан қысымын өлшегенде қан тамырлары арқылы қанша қан өтетіні және жүрек жұмысы барысында қан қандай кедергіге тап болатыны есепке алынады. Ұзақ мерзімді келешектегі жоғарғы қан қысымы денсаулықтағы кінәраттың, соның ішінде жүрек ауруының дамуына әкелуі мүмкін. Гипертония өте жиі кездеседі. Әдетте гипертония бірнеше жылдар ішінде дамиды. Сіз ешқандай белгілерді байқамауыңыз да мүмкін. Алайда еш белгісіз жоғарғы қан қысымы қан тамырлары мен ағзаларды, соның ішінде ми, жүрек, көз бен бүйректі зақымдауы мүмкін. Гипертонияны ерте анықтау өте маңызды. Қан қысымын тұрақты өлшеп тұру дәрігерге кез келген өзгерістерді анықтауға көмектеседі. Егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, онда дәрігер қан қысымын бірнеше апта бойы өлшеп тұруыңызды сұрауы мүмкін. Бұл қан қысымының қалыпты деңгейге түсуі немесе жоғарғы деңгейде тұрақты сақталуын көруге мүмкіндік береді. Гипертонияны емдеуге дәрі қағаз бойынша дәрілік заттарды қабылдау мен салауатты өмір салтын өзгерту кіреді. Егер ауруды емдемесе, онда денсаулықта әртүрлі проблемалар, соның ішінде жүрек талмасы мен инсульт дамуына әкелуі мүмкін. Қан қысымының жоғарылауын не шақырады? Гипертонияның екі түрі бар, әр түрінің өз себебі болады. Біріншілік гипертензия. Біріншілік гипертензия эссенциалды гипертензия деп те аталады. Гипертонияның бұл түрі себебін анықтаусыз уақыт өте келе дамиды. Көптеген адамдарда осындай жоғарғы қан қысымы болады. Артериалдық қан қысымының баяу жоғарылауының механизмі әлі күнге дейін зерттеушілерге түсініксіз. Бірнеше факторлардың бірлесуі маңызды рөл атқарылуы мүмкін. Бұл факторларға мыналар жатады. Гендер. Кейбір адамдардың гипертонияға генетикалық бейімділігі болады. Бұл ата-аналарыңыздың қабылдаған гендерінің ақауы немесе мутациясының салдарынан болуы мүмкін. Физикалық өзгерістер. Егер сіздің денеңізде бір нәрсе өзгеріске ұшыраса, онда сіздің бүкіл денеңізде проблемалар туындауы мүмкін. Жоғары қан қысымы осындай проблемалардың бірі болуы мүмкін. Мысалы, қартаюға байланысты бүйрек қызметінің өзгерісі ағзадағы сұйықтық пен тұздың табиғи тепе-теңдігінің бұзуы мүмкін. Бұл өзгеріс сіздің ағзаңыздағы қан қысымының жоғарылауын шақырады. Қоршаған орта, физикалық белсенділіктің болмауы немесе дұрыс емес тамақтану сияқты зиянды өмір салты уақыт өте келе сіздің денсаулығыңызға әсер етуі мүмкін. Зиянды өмір салтын таңдау салмақпен проблеманың туындауына әкеледі. Артық салмақ немесе семіздік гипертонияның даму қаупін жоғарылатады. Екіншілік гипертензия. Екіншілік гипертензия жиі өте тез дамиды және біріншілік гипертензияға қарағанда қауіптірек болуы мүмкін. Екіншілік гипертензияны шақыратын бірнеше жағдайлар: бүйрек ауруы, ұйқы кезіндегі обструктивті апноэ, жүректің туа біткен ақаулары, қалқанша безінің проблемалары, дәрілердің жанама әсерлері, тыйым салынған есірткілерді пайдалану, ішімдікті артық немесе ұзақ уақыт бойы ішу, бүйрек үсті безінің проблемалары, кейбір эндокринді ісіктер. Гипертонияның белгілері қандай? Әдетте гипертония ешқандай белгісіз өтеді. Көптеген адамдар ешқандай симптомдарды басынан кешпейді. Симптомдардың анық болуы ауру қауіпті деңгейге жету үшін бірнеше немесе ондаған жылдар қажет болады. Тіпті мұндай жағдайда симптомдар басқа проблемалармен байланысты болуы мүмкін. Гипертонияның ең басты белгісі бас ауруы болып табылады. Бұл бас миы тамырларының тарылуы, спазмы салдарынан болады. Сонымен қатар гипертонияның ең жиі белгілеріне жататындар: құлақтағы шу, көз алдындағы шіркейлердің ұшуы, жалпы әлсіздік, ұйқының бұзылысы, бас айналуы, бастың ауырлау сезімі, жүректің қатты қағуы болып табылады. Ауыр гипертонияның симптомдарына бас ауруы, ретсіз тыныс алу, мұрыннан қан кету, бас айналу, кеудедегі ауру сезімі, көру қабілетінің өзгеруі, құлақтағы шу, зәрде қанның болуы болып табылады. Бұл белгілер шұғыл медициналық көмекті талап етеді. Олар гипертониясы бар адамдардың бәрінде бола бермейді. Алайда бұл симптомдардың пайда болуын күту өте қауіпті болады.
Сізде гипертонияның бар жоғын білудің ең жақсы әдісі артериалды қан қысымын тұрақты өлшеу. Әдетте артериалды қан қысымы кез келген дәрігердің қабылдауында өлшенеді. Жылына бір рет медициналық бақылаудан өтуге кеңес береміз. Артериалды қан қысымының көрсеткіштерін екі сан құрайды. Систолалық қысым – бұл бірінші немесе жоғарғы сан. Ол сіздің жүрегіңіз соғып, қанды айдаған кезде, яғни жүрек бұлшықеттерінің жиырылу кезінде артериялардағы қысымды көрсетеді. Диастолалық қысым – бұл екінші немесе төменгі сан. Бұл жүректің соққылары арасындағы, яғни жүрек бұлшықеттерінің босаңсуы кезінде артериялардағы қан қысымын көрсеткіші болып табылады. Ересектер үшін артериалды қан қысымы көрсеткіштерін 5 категория бойынша айқындайды. Қолайлы – қалыпты қан қысымы 120-80 мм сынап бағанасынан төмен көрсеткішті құрайды. Қалыпты систолалық сан 120-129-ға дейін, ал диастолалық сан 80-84-ге дейін құрайды. Дәрігерлер әдетте мұндай қысымды дәрілік заттармен емдейді. Мұның орнына дәрігер бұл көрсеткіштерді төмендету үшін өмір салтын өзгертуді ұсынуы мүмкін. Жоғарғы қалыпты систолалық сан 130-139-ға дейін, диастолалық сан 85-89-ға дейін құрайды. Бірінші дәрежелі артериалды гипертензия систолалық сан 140-159-ға дейін, дистолалық сан 90-99-ға дейін. Екінші дәрежелі артериалды гипертензия систолалық сан 160-179-ға дейін, диастолалық сан 100-109-ға дейін. Үшінші дәрежелі артериалды гипертензия систолалық сан 180-нен жоғары, диастолалық сан 110-нан жоғары болады. Осы ауқымдағы артериалды қан қысымы шұғыл медициналық көмекті талап етеді. Егер осындай жоғары артериалды қан қысымы кезінде кеудедегі ауру сезімі, бас ауруы, ентігу немесе визуалды өзгерістер болса, онда медициналық көмек жедел түрде көрсетілуі керек. Жоғары қан қысымын емдеудің нұсқалары. Сіз үшін тиісті ем нұсқасын анықтау үшін дәрігерге бірнеше факторлар көмектеседі. Бұл факторларға гипертония түрі мен анықталған себептер жатады. Біріншілік гипертонияны емдеу нұсқалары. Егер дәрігер біріншілік гипертонияны анықтаса, онда өмір салтын өзгерту жоғарғы қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Егер өмір салтын өзгерту жеткіліксіз болса, немесе тиімділігі төмендесе, онда дәрігер дәрілік препараттарды тағайындауы мүмкін. Екіншілік гипертонияны емдеу нұсқалары. Егер дәрігер гипертонияны шақырған негізгі мәселені анықтаса, онда ем осы анықталған мәселені шешуге бағытталады. Мысалы, сіз қабылдай бастаған дәрі қан қысымының жоғарылауын шақырса, дәрігер осындай жанама әсері жоқ басқа препараттарды тағайындауға тырысады. Кейде негізгі мәселені емдеуіне қарамастан гипертония сақталуы мүмкін. Бұл жағдайда дәрігер өмір салтын өзгерту және артериалды қан қысымын төмендетуге көмектесетін дәрілерді тағайындауы мүмкін.